Saat 7:19, zakaz түспей жатыр. Жағалау жақ. Может, Көкталға кішкене жылжимыз. Комфорт, доставка, эконом. Кеттік. Бірінші заказ, құдай қаласа, түсті. Айда. Мынандай заказ түсті. 5 коэффициент. 13 километр шығып қалатын шығар. Бірінші заказ 13 километр, екінші заказ тоже 13 километр. Бұны 800 бен алдым. Екілік адрес. Мынаны бағана 5 коэффициент алдым деген 100 бен алғам. Бұл да 13 километр. 25 минут алып келдім. Мынаны 800 бен алдым, көреміз қанша шығады екен. Бағанағы мынаны 600 бен алдым. Опозданиемен келе жатырмын, жетіп қалдым. Мынау екеуі де 13 километрлік жол. Екеуі де. Біреуі 800 коэффициент, біреуі 100 коэффициент. Мынау қысқа бір заказ. 10 минут жол 1 километр дейді. Коэффициент жақсы жанып тұр. Бірақ пробка деген бар ғой. Страшно. Жерден өттім ғой бағана. 1 километрді. Надан өттім. Әрең жүрген соң ғой. Ассалаумағалейкум, достар. Қазақша каналы қош келдіңіздер. Және сіздермен бірге Мұрат. Достар, бүгін 27 желтоқсан. Сағат деген 11:47. Мен таңертең 7:30-да бастағам. 7-де шыққам, заказ түспеді. Примерно 7:20-ларда заказ алғам. Оның бәрін қазір көрсетем. Кішкене коэффициент көтерілді. Доставка жасайын деп қосып едім. Что-то 650 мен ғана түсті. Дұрыс көрсетпеді. Қазір мінеге заказ алып қойғаннан кейін қанша 2440 теңге көрсетті. Гитар. Солай мен, бастадым жұмысты. Мен бастағалда біраз болды. 11 заказ 12960 теңге болып тұр екен. Жаман емес. Чисто комфорт, эконом жоқ. Бірінші доставка, 12-ші заказым доставка болып тұр. Солай. Енді бүгін кешке дейін жақсылап тұрып жұмыс істейміз. Жақсы көрсеткіш көрсетеміз. Табыстар барлығыңызда солай болсын иншалла. Солай. Мен бүгін айтайын дегенім, бағана настроением түсіп кеткенім. Біреуді алып бара жатырмын, 1590 теңгеге 2 адрес таңертең. Енді алыс емес, коэффициентпен қабылдадым. И бара жатсам, 3 қыз ғой енді отырып алған. Такси қаншадан түсті деді. Бір лақтырамыз деді бір-бірімізге. Менде карта деді. В общем, қанша болды деді. 1770 теңге дейді. Мен қараймын 1590 теңге. Содан кейін Яндекс сонда мені лақават етіп жатыр ма, или пассажирді ма? Соны түсінбей қалдым. Одан кейін екінші заказда дәл солай болды. Ол екінші заказ өзі байқап қалды. Себебі ол кісі 2 адам болып келді. Қыз жігіт, бірінші қыз отырды, содан кейін жолдан жігітті алды. Жолда келе жатқанда наличныйға ауысып кетті. Одан кейін мен қайтадан картаға қоямын деді. Мен саған лақтырамын деді анау жігіт. Хорошо. В общем, қанша шықты деді да жігіт. Қанша лақтырайын деп еді. Ана қыз мен білмеймін қанша шықты деп менен сұрады. Шелек болып бар ғой. Одан кейін мен айттым 1680 дедім. Хорошо дедім. Мен 1680 теңге оған өткізген. Картасына қосқанда 1870 теңге шешкен ғой. И сразу, чё менен 1870 теңге түсті? Неге анаған 1870 деп айтпадыңыз деді. Сол үшін картамен төлемеңіз деді. Чё так бывает, анау деп қойды. Дәл солай бывает дедім. Солай. Ал кеттік. Қазір 1-2 сағаттан кейін почти қарын ашты. 1-2 сағаттан кейін түскі тамаққа барамыз. Анауына
И одан кейін түнгі 12-ге дейін жұмысты басамыз, Құдай қаласа. Иншалла. Погода қазір қар жауып тұр. Кішкене былш-былш, жаман болып тұр деген сияқты. Ал кеттік, жұмысты бастадық. Түскі тамақ ішіп алдық. Енді жұмыс бастаймыз. Ақжол отыр. Түстен кейінгі бірінші заказым қабылдадым 1200-бен. Қабанбай 21-ден, Қабанбай 19-ға. 1200 коэффициент 1600-1700 теңге шығып қалатын шығар. От дверь до дверь бар шығар. Мынандай заттар алып бару керек. Донер, пепси, фирменный курица, классический курица, фирменный говядина. Мінекей, 14 заказ 16 мың болып тұр. Түсті 13.42. Ал кеттік, жалғастырайық жұмыста. Мынау радар деген бар ғой, 2220, 2260 көрсетіп тұрды, бірақ маған 1200-бен ғана беріп тұр. Ол әділдіктен емес қой. Коэффициент тоже нормальный жанып тұр бар ғой. Менде бонус бар еді, соған жеткізіп тастау керек. Пробка деген страшно болып кетті қалада. Енді жаңа жылға дейін сондай болатын шығар. Күні түні ору керек қой. Range Rover номер көрінбей ақ қойсын. Разворот алуға келген. Анау 570 ар жақтан шыққан. Сосын бір-біріне тиіп қалған. Абайлаңыздар. Мынау Азия парктен алам заказды. Мына зданияға алып келген. Бұл здания кішкене үлкен деп. Білмеймін точно қай подъезден. Ал мен машинамды мына жерге қойдым. Себебі ар жаққа өтіп қоятын болсам, сосын бер жаққа қайтып келу страшно қиын болып кетеді. Жол деген быт-шыт шығып жатыр бар ғой. Ал бізге жатыр. Осылай таза ауада доставка жасап, что-то заказ түспей жатыр. Пешком әкеп тастағансың ғой. Доставка. Айтпақшы, менен тек қана курьер және доставка жұмыс жасап, соны түсіруді сұраған екен. Сондай видео, сондай контент болса деп. Құдай қаласа, оны да жасаймыз, тек қана жаңа жылдан кейін. Комфорт. Қабылдаймыз. Жаңа жылдан кейін барлығын көрсетем, Құдай қаласа. Бағанағы заказ түсіп қалған еді ғой, пешком келе жатқанымда. Сол заказ. Мынау пешком алып барған доставка 1770, одан кейін мынаны алып келдім. 2000 теңге беріп түсіп қалды. Керегі жоқ деді, сдача деді. Хорошо дедім. 16 заказ 19 мың. Что-то ұйқы келіп тұр. Қар болсам мынандай жауып тұр. Мен болсам кедер жасап тұрмын. Солай. Мен мына 2 бонусты алуға тырысуым керек. Мынаған 70 заказ қалды. Ертең ары күні. И бүгін. Мынаған почти 90 бірдеңе заказ бар. 96 заказ керек. Ол 30-на дейін. Осылай. Мынау 25 мың, мынау 5900. Осы екеуін алсам әдейін болып кетіп жүрді. Бізде, короче, бензин бітті. Мына заказды апарып тастасақ, одан кейін заправка жасаймыз. Доставка алып алғам.
9 мыңға бензин құйып жатыр. А то бензинім бітіп қалды. Ол доставка. Почти 44 литр келеді екен. Тек қана бонус алу үшін істейін десем, суммалар жақсы шықпай жатыр. Мұнан қараңыздар, неше километр жүрдім? 6 километрге сондай ғана. Мұнан қараңыздар, доставка тоже примерно 6-7 километр. Ал сумма 2300. Кішкене демал алдық, сағат қайда? Сағат 6:30 болды, пробка деген айқайлап тұр. 8 балл дейді. Мұндай. Мәңгілік елден ұлы дала қалдық 450 коэффициентпен. Жаймен осылай қысқа заказ ұратырсақ жақсы болушы еді. Бонусқа үлгеру керек. Менде сол баяғы 24 мың ақша 20 заказ. Мынау заказды 2160 қалдым да. Басында поехали басқан кезде 2160 болды. Қараңыздар, 2070 теңгеде бір алып тұр. Осыны 2160 қалған. Жолда келді, 150 рет адрес өзгертті. Содан кейін соңында, мен осы жерде қала салам екен деді, түсіп қалды. Сол завершить жасасам, 2070 теңге көрсетіп тұр. Яндекс бар ғой už. Ішетін қанды ішіп бітті. Менде 22 заказ болды. 40 заказ үлгерсек, ойбай. 40 заказ емес, 40 мыңға жеткізсек, құдай қаласа сонымен үйге шабамыз. Нұрлы жол вокзалы жаққа келдім. 24 заказ, 28.900. Қарын ашты сағат 19:47. Таңертең сағат 11 кезінде жеген едім. Жеп бітіре алған жоқпын. Енді қалған жаймен асықпай деген сияқты ғой. Барлықтарын сұрап жатсыздар ғой, не машинамен жүрсің деп. Немен жүрген машина? Саната қайда? Мінеге Саната. Санатада енді пока что мен жүрген жоқпын. Сатылықты жіберген жоқпыз. Арендаға да берген жоқпыз. Нан айдап жүрген адаммен ауыстым мен. Солай. Не болып кетті? Қысқа заказ бермейм ма бізге? Вокзалға барып қада алдым. Одан кейін келіп тағы 6 заказ алдым. Мен одан кейін тағы 6 заказ алып жатырмын. Чотам біз бонусқа үлгермей қаламыз ба? Қазір бізде 25 заказ 29.800 теңге. Сағат 20:34. Бүгіндікке аяқтаймыз. 26 заказы 31 мың. Үлгермейтін шығарымыз бонустарға. Мейлі болғаны болды. Срочно жұмыстарым шығып қалды. Сол үшін бүгіндікке жеткілікті, жаман емес. Бірақ расход көбейіп кетті. Бензин құйып тастадым. Әлі кеткен жоқ ол, бірақ по-любому кетті ақша ол. Одан кейін страховка жаздық. Тамақ іштік, анау. 15-16 мың расход болып кетті ғой. Шымнан крышка прокладкасына қарыз едім, оған ақша бердім. Бүгін 0-0 болдым, короче, мен. Такси ақшаны қайда құртады дейсіздер ғой. Осылай кетеді. Неге достар, осымен 26 заказ 31 мың теңге. Бізде бүгін расход өте көбейіп кетті. 9 мың бензин, 4 мың страховка, 2 мың крышка прокладка қарызға кетті. Почти 2 мыңға түскі тамақ, 1,5 мыңға су анау-мынау, сосын кешкі тамақ іштік. Короче, бүгін деген былайнан болып кетті расход. Ладно, соның берекесін берсін, иншалла күнде осылай болып тұрса, расход азаятын шығар. Ал достар, айтпақшы,
Тарлан паркка әлі тіркелмегендер болса, обязательно тіркеліңіздер. 300 заказға 10 000 теңге бонусты әлі беріп жатыр. Одан басқа ақша шығару 5 комиссия, одан кейін каждый апта сайын Астана Алматы қалалар үшін 2000 бонус, қалғандар қалалар үшін 1500 теңге бонус. Номерін қалдырам, тіркеліңіздер, жұмыс істеңіздер. Ал жақсы достар, келесі видеоларда аманшылықта кездескенше. Рахмет барлықтарыңызға, аман болыңыздар.